Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен бірге өте керемет, тез жасалатын, ең қарапайым рецептпен жасалатын пирогты жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Бізге ең алдымен 6 жұмыртқа керек болады. Мен барлығын көз жобамен бір кеседен ғана жасаймын. 6 жұмыртқамызды жақсылап салып, оны жақсылап араластырамыз. Видеодағыдай. Жұмыртқамызды болғаннан кейін шекер саламыз. Шекерімізді жақсылап араластырамыз. Шекерден кейін майды құямыз. Осы күрдіде май видеоға түспей қалған екен. Айранымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұн саламыз. Ұн салып, оны да жақсылап араластырамыз. Массамыз сұйық болмау керек. Қатты қою да болмау керек. Араластырған кезде қолдарыңызға білінеді. Ұн аздау болса, салып тұрасыздар үстіне. Ұнымызды салғаннан кейін разрыхлитель саламыз. Бәрін біттік. Енді табаға құятын боламыз массамызды. Біркелкетіп жақсылап құйып аласыздар. Массамызды табаға салып болғаннан кейін 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Ол пештеріңіздің қызуына қарай көресіздер. Менде 180 градуста пісіріп шықтым. Пирогымыздың піскен-піспегенін осылай зубочистка арқылы көруге болады. Зубочисткеге қамыр жабысып шықпаған болса, онда біздің пирогымыз піскен болып саналады. Мен әсемдік үшін қағаздан осылай қиып алдым да бетіне сахарный пудра себетін боламыз. Сахарный пудра себу міндетті емес. Мен әсемдік үшін сәл де болсын тәтті дәмін берсін деп сеуіп шықтым. Міне осылай дайын болды. Жасап көріңіздер. Өте оңай, өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау саламатта болыңыздар.